Құлпынайлардың бетін ашып шықтым қазір. Себебі түйіндерін бәрін жұлып тастай салу керек енді. Сосын мынандай усиктерін кесіп алу керек болып тұр. Мінекей тамырлап қойған уже. Осыдан көшет шығаратын боламыз. Полный түйіндерін, гүлдерін бәрін жұлып тастаймын, мынандай гүл түйіндерін бәрін. Сөйтіп мынандай мұртшаларын бәрін кесіп алып, осыдан көшет шығарып дайындап қоямыз көктемге. Мінекей тамырлап отыр. Мынаның бәрі уже дайын көшеттер. Әдемі гүлдеген, нехватка кальция болып тұр. Яғни кальций жетіспеушілігі қатты білініп тұр. Ештеңе алмайды. Енді көктемде бірақ қимылдаймыз болған. Мына осының бәрі көшеттер, мынаның бәрі. Осының бәрін полный кесіп алам. Осының пісіп жатқандар бар арасында. Мына жерде біреу өліп қапты. Мінекей. Сорт Солкянг корейский. Осындай салатқандар да бар. Үлкендіктер мінекей. Осындай үлкен-үлкендер де бар арасында. Сол осы көшеттерін бәрін кесіп алу үшін бетін аштым. Көшеттің бәрін кесіп алам, мұртшаларды. Сөйтемді. Гүлдерін бәрін жұлып, түйіндерін, гүлдерін бәрін жұлып, қайта жұлып тастаймыз бетін. Келесі жыл бірақ ашамыз. Мына тамырлап әдемі болып тұр. Осыдан көшет көбейтетін боламыз. Осыдан қазір арадан қырқып аламын да, кассетаға отырғызып, көшет шығаратын боламыз. Мінекей. Бісміллә. Қараңыздаршы, үлкендігін. Қандай әдемі. 30 граммның шамасы бар ғой деймін. Тағы қызарып отыр. Бұның бәрін жұлып тастаймын бірақ қазір. Себебі мынандай көшеттерін алу керек болып тұр. Мына тамырлап кеткен уже жерге. Осыдан көшет шығаратын боламыз. Көбейтіп. Мына сапалы көшет шығады осыдан. Мінекей құлпынайды бір ексеңіздер, көшетті көбейтіп алуға болады осылай, өздеріңіз ақ. Осындай үлкен-үлкен салып тұр. Арасындағын теріп жеп болғам енді. Теріп алғам өзім. Көргендерін енді шыққандарға. Мінекей. Дәмі өте керемет. Құлпынай енді бұл. Сорт Солкянг.